Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге үгітілмелі печеньенің рецептісін көрсетемін. Каналыма тіркеліп жазылуды ұмытпаңыздар. Алдымен құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып, үстінен шекерімізді қосып, жақсылап ерігенше араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, жақсылап тағы да араластырамыз. Сосын ұнымызға 1 шай қасық қопсытқыш салып, 2-3 бөліктен сала отырып, қамырын жұмсақ етіп белейміз. Дайын болған қамырды осылай дөңгелек пішінде тапамызға пергамент төсеп, осылай қойып шығамыз. градуста печеньемізді 20-25 минут пісіріп аламыз. Шайларыңыз тәтті болсын.